Ең алғашқы жасалған дұға, ең алғашқы қабыл болған дұға, адамдарды жәннатқа кіргізуге себепші болған дұға бар. Жәннатқа кіруді аңсайтын адамдар бұны жаттап бастады. Оны кім жасады? Жәннаттан шығып қалған кезде адам ата Хауаны Раббана заламна анфусина ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин деп жасатты. Я Раббим, мені кешірші, күнә жасап қойдың. Егер сен бізді кешіріп мейіріміңе бөлемесең, шын мәнінде біз өзімізде зұлымдық қылушылардан боламыз. Я Рабби деп жасат. Алла Тағала қабыл етті. Адам ата мен Хауаны жолықтырды. Ертең ол жерге барамыз. Иншалла жәннатқа қайта кіресіңдер деді.